Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгін түс жору жайлы видео болады. Бүгінгі тақырыбымыз қарға жайлы болмақ. Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде қарғаны көру түс көруші адамның, әдетте оның ерекшеліктері мақталмайтын адам деп айтқан. Оның себебі адамның алдау, сараңдық, тәкаппарлық, сатқындық және де қарғаға тән басқа да белгілер болуы мүмкін деген. Сондай-ақ түсіңіздегі қарға ауыр күнә немесе қылмыс жасап қойғаннан кейін өкінуіңізді білдіру мүмкін. Тағы да қалай жорылғандығына тоқталып өтейік. Түсіңізде біреу сізге қарғаны сыйға тартса, сізге жағымды хабар келетіндігінің белгісі. Истихара намазын оқығаннан кейін түсіңізге қарға кірсе, онда жақсылық болмайтындығының белгісі. Бай адамның түсіне қарға кірсе, ол ұрлық болатындығының белгісі. Мұсылман адамның түсіне қарға кірсе, ол бір сынақ болатындығының белгісі. Иман әлсіздігінен ол азғырылуда дегенді білдіреді. Ауырған адам түсінде қарға көрсе, онда оны сабыр жасауға шақыруда. Түсіңізде қарға етін жеп жатқан болсаңыз, онда ұрланған ақшаны алатындығыңыздың белгісі. Ал қарғаға айналғаныңызды көрсеңіз, онда харам ақшаны пайдаланып жүргеніңіздің белгісі. Түсіңізде қарғаға бір нәрсе беріп жатқаныңызды көрсеңіз, қуаныштың белгісі. Түсіңізде үйіңізге қарға кірсе, жақсылықтың белгісі, сіздің мол ақша табатындығыңызға ишара. Түсіңізде қарғаның егін салып жатқанын көрсеңіз, онда сіз жақсылық пен жаманшылықты араластырып алдыңыз дегенді білдіреді. Егер сіз түсіңізде қарғаның сізге шабуыл жасағанын көрсеңіз, ұрыстың белгісі. Түсіңізде өлген қарғаны көрсеңіз, онда ол жаманшылықтың, қайғының басыңыздан кеткені, ауру адамның жазылуы, ұрысып қалған адамдардың татуласуына ишара. Егер жүкті әйел қара қарғаны көрсе, немесе біреу жүкті әйелдің үстінен қара қарғаның ұшып жүргенін көрсе, онда Алла тағаланың рахымы төгілген ұл бала дүниеге әкелетіндігінің белгісі деген. Егер түсіңізде алысқа ұшып бара жатқан қарғаны көрсеңіз, басыңыздағы қайғының кеткендігінің белгісі. Түсіңізде қарғаның ұясын көрсеңіз, өміріңіз ұзақ болатындығына ишара, сондай-ақ жақсы тұрмыс құратыныңызға ишара. Түсіңізде қарғамен сөйлескеніңізді көрсеңіз, досыңыздың нашар адам екендігіне ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, подписаться буынын басып, және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.